Бекболаттың жас кезі екен. Бір жолы Абылайхан оны үлкен бір дауға жұмсапты. Алшынның билері, игі жақсылары оны күтіп алады. Әңгіме сөзге салып көреді. Бекболат әкесі қаз дауысты Қазыбекке ұқсап шешен сөйлеп отырады. Кіші жүздің биі. Мұны сөзден жеңе алмайды екенбіз. Өзі қара суша ағып тұр екен. Ишара түсінігін байқап көрейік депті де, екі қолын айқастырыпты. Бекболат құп болады депті. Анау қолын сермеп қояды. Бекболат құп болады депті. Анау екі қолын түйістіріпті. Бекболат құп болады депті. Енді Бекболат 10 саусағын көрсетіпті. Алшынбай құп болады депті. Екі жағы дау шешілді деп тарқасыпты. Бекболат жігіттерімен елге келеді. Абылайхан әуелі Бекболаттың қасына еріп барған жігіттерді шақырып сұраса, олар: «Біз еш нәрсе түсінбедік. Ол елдің биі қолмен ишара қылды. Бекболат құп болады деп отырды» дейді бір жігіт. «Өзінен сұраңыз» деп Бекболатты ханға шақырып келеді. Сонда Абылай: «Дау шешімін тапты ма?» деп сұрайды. «Дау тез шешілді» дейді Бекболат. «Көп айтыс-тартысқа бармадық. Ол елдің биі екі қолын айқастырды. Бұл оның алысуға жараймын деген еді. Мен құп болады, мен дайынмын дедім. Ол екі алақанын жұмып ашты, мен оның ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда, татуласайық деген еді. Мен құп болады дедім. Ол қолын сермеп ишара қылды. Бұл оның қылыш сенде де бар, менде де бар, қылыш сермемей қояйық деген екен. Мен оғанда құп болады дедім. Ол екі қолын түйістірді, онысы құшақтасып дос болайық дегені. Мен құп болады дедім де оған 10 саусағымды көрсеттім. Мұным олай болса 10 күн ішінде тарту таралғынмен Абылайханның алдына бар дегенім еді. Ол құп болады деді. Мінекей хан тақсыр, ол дау осылай бітті. Енді Алшын ауылының адамдарын күтіңіз, кешікпей келіп қалар, депті Бекболат би.